Мен әсілінде сау деген қарақшымен достасам деп ойлағам, бірақ істің бұлай жаманға басатынын кім ойлаған? Бұл пәлеге қайдан жолықтым деші. Тәңірім-ау, Шүйжуды сақтап қалу қиын болды ғой. Әке, Сау-саудың әкесін Жанкай өлтірді. Адамды жаңсақ пайдаланғаныңыз болмаса, сіздің ешқандай кінәңіз жоқ. Менше біз ең әуелі жасақ жіберіп, Жанкайды өлтіртіп, басын алдырайық. Одан кейін Жанкайдың басын алып, Янжуға барып, Сау-сауға істің мән-жайын түсіндірейін, айыбымызды мойындап, кешірім сұрайын. Айтпақшы әке, олар астықтан тарығып отыр емес пе? Біз оларға астық тарту етсек, бұл істі шешуімізге болады. Әй, мына сөзді естуің бар ма, а? Мен елге опасыздық істесем істейін, ел маған опасыздық істемесін. Бұл сөзді кім айтқан? Сау. Енді оның қандай адам екенін білген шығарсың. Балам-ау, Шүйжуға ауыр күн төнгілі тұр. Әке, енді қайтеміз. Әке, қайсек болады? Әмірімді дереу жеткіз. Әр қайсы қосындар шұғыл қол жинап Шүйжуға қайтып, соғысуға сақадай сай тұрсын. Тоқтай тұр. Тағы бір шаруа. Егер Сау бар қолымен шыққан болса, онда қазіргі күшімізбен Сау-саудың жер қайысқан қалың қолына шақ келмейміз. Мен бірнеше хат жазайын. Сен соны түнделетіп, Жиңжудағы Юаншау, Наньяңдағы Юаншу, Пиңюандағы Коңсунзандарға жеткіз. Олардың Шүйжудан аралығы 5 күндік жол ғана. Олардың жасақ шығарып құтқаруын талап ет. Сіз осы бірнеше бектіктердің Шүйжуға көз тұнып тұрғанын айтқан едіңіз ғой. Шүйжуға көздер тұнып тұрғандығы үшін олар Шүйжудің Сау-саудың қолына өтуін қаламайды. Сәуді қалам Сау-саудың қолына түсетін болса, онда ол кіндік жазыққа қожа болады. Бұл оларға тиімсіз. Сен оларға кімдегім Сау-сауды жасақ шегіндіріп, соғыс тоқтатуға көндіретін болса, менің оларға жыл сайын 200 мың ағаш астық тарту ететінімді айт. Мен сөзімнен әсте таймаймын. Мақұл. Жексұрын! Сымпайы! Болар іс болды. Қайғыны қайратқа жеңдіріңіз, ием. Дереу бұйрық түсіріңіз. Бақырыңыз сайланған 3000 жасақпен 5 күнде Уфыңшан тауының күлін көк күшіріп, жендет Жанкайды тірідей ұстап, басын әкеп, атакеңізді қайтарайын. Жоқ. Не үшін Уфыңшанның күлін көк күшірамыз? Сау төрені өлтірген қандығыл Жанкай болғанымен, бас қылмысты Шүйжудің туан басы Таучен. Төрем қазір қайғыдан қан жұтып, ет бауыры езіліп отыр. Жарандар, қайда тұрсаңыздар қайтеді, төрем тынығып алсын. Жүрейік. Қане, жүрейік. Тез. Пақырыңыз әуелі төремнің қайғысына ортақ. Одан қалса төремді қуанышымен құттықтаймын. Шүй, не деп оттап тұрсың? Әкемнің топырақ жасырылмай жатып, қуанышың не айтып тұрған? Бақ пен сор егіз болады. Бақ жүрген жерде сор жүрген жерде бақ бірге жүреді, ием. Бұны айтқанда сен нені меңземексің? Көкейіңізде сайрап отырған шығар, тағы несіне қазбалап сұрай бердіңіз. Төрем, сіз жасаға тандырған 2 жылдан бері бөгеу бермес тебімен жалпақ жаһанға танылдыңыз. Бірақ мынадай бір істі қағыз қалдырғаныңыз өкінішті ақ. Қолыңызда 200 мың жасағыңыз болғанымен, бірақ Янжудан ары аса алмадыңыз.
Төрем күллі әлемді уысыңызда ұстаймын дейді екенсіз, онда өлі кіндік жазыққа қожа болыңыз. Ал кіндік жазықта Шижудағы алтаймақ аса маңызды. Сол себепті сіз Шижуды ертедақ көздеп үлгірген боларсыз. Өйтпегенде жаңағы азал үніңізден қанқойлық белгісі байқалмас еді ғой. Дәл төбесінен түстің. Мен олар қайғылы көңіл күйімді әлемдегі бектерге жеткізсе екен деп ойладым. Таутиян әкемді өлтірді. Енді өліспей беріспеймін. Осы кезде бұл хабар алыс жақынға түгел тараған болуы мүмкін. Бірақ Төрем-ау, Шижуды алу қиын. Айта бер. Пақырыңыздың қарауынша Шижуды алуда алдымызда екі жол бар. Бірінші, Шижудың туанбасы Таутиянды марқұм патша тағайындаған. Бұл адам билік жүргізуде мейірімділікті негіз етеді. Халқына мейірімділігімен жағымды, ұлықтар арасында да беделі жоғары. Сол үшін Шижуды алу қиын. Екінші, Тайжудағы Юаншау, Наньяндағы Юаншу, Пиңюандағы Гунсунзандардың, тіпті Чинжудағы Любяудың өзінің Шижуға сілекейі шұбырып жүр. Олардың әліптің артын бағып, ауыз сала алмай жүруіндегі себеп халықтың қаһарына ұшырап, әрқайсы бектерді өзіне жаулаттырып аламыз ба деп қорқады. Олар сіздің Шижуды алуыңызға қарап тұра ала ма сонда? Сонда сенше Шижуды аламыз ба, алмаймыз ба? Таутиянның қол астындағыларына әкеңізді өлтіртуі кешірілмес қылмыс қой. Бұл кетті қайтырмасақ тәңір жолына қайшы, оның үстіне Таутиянның төрінен көрі жақын адам. Мұндай адам Шижуға лайық келеме сонда? Шижу кіндік жазықтағы маңызды қалашық. Түстіктен терістікке дейінгі ұлан қайыр алқапты жалғап жатады. Тәңірімнің Шижуды Төреме сыйлауы, бәлкім Төремнің жолын оңғырғалы тұрғаны болар. Төрем, Шижуды қалай шалмасқа? Шүй, сөзіңді тыңдаған жанның айызы қанады ғой. Шіркіндеші. Көңілім жадырап қалды. Төрем, пақырыңыздың ақылы бойынша ордаға дәт айтып, Таутиянның қылмысын дәттеңіз. Одан адам жіберіп, Юаншау, Юаншу, Гунсунзандарға қаралы хабарды жеткізіңіз. Әрқайсы бектерге Таутиянның әкеңізді өлтіргенін білдіріңіз. Қаралы хабар жетісімен олар істің байыбына жетеді. Сол кезде жасақ аттандырып, қарақшының көзін жойыңыз. Бұлай болғанда патшаның жарлығы бойынша қарақшыны жойған боласыз. Ешкімге де жазықты болмайсыз. Құда да тыныш, құдағи да тыныш болады. Сонда Шижу табиғи еншіңізге тиеді. Менің қайғыдан қабырғам сөгіліп, қалам ұстай алар емеспін. Сен менің атымда дәттеме жазып, ордаға жөнелт. Сонымен бірге, бектерге ата кегін тектеу үшін амалсыздықтан жасақ аттандырмақшы екенімді де айтып қой. Пақырыңыз жазып дайындап қойған еді. Қанеки көріп шығасыз ба? Қажеті жоқ. Сенің көңілімдегіні тауып жазатыныңа сенемін. Әмірімді жасақтарға жеткіз. Ертең таң бозынан Таутиянға жаза жорғын жасаймыз. Ләппәй! Ием, бұл реткі жорықта не үшін ерте ауыл, бел жасақ және шықауылдарды сайламадыңыз? Сонда не демексің? Ежелден дайындықсыз соғыс жасамайтынсыз. Бұрын жорық аттанғанда ерте ауыл, бел жасақ және шықауылдарды түгел тұрақтандыратынсыз. Бұл рет еш дайындықсыз Таутиянға қалай жорық жасаймыз? Себебі бұл бұрынғы жорықтарға ұқсамайды. Бұл рет ата кегін тектеп барамыз. Бойымда ашу керіне дегбірім қашып тұр. Менің жасақтарымның бәрі ерте ауыл. Оларды әне-мінеге келтірмей ойпыл-тойпылын шығарады. Не де болса осы тебімен Шижуды бір жолата алайық. Болмаса
қапыда қыламыз. Юаншау сияқты бектер төремнің қайғылы дәптемесін тапсырып алған кезде Таучанның көмек сұраған хатында тапсырып алған болуы мүмкін. Юаншаудың мінез бұлқынан алғанда бірнеше күн екі ойлы болары анық. Ол не Таучанға көмектесерін білмей, не бейтарап тұруды білмей дағдырған бірнеше күнде біз шүйжуды алып, көздеулі мақсатымызға жетіп үлгіреміз. Естіген шығарсың, Шүнйидің айтқаны менің айтқанымнан да орынды. Пақырыңыз түсінді. Төреге жеткен қайда, төремнің қасында көп жүріп төремнен көп өнеге алдым емес пе? Шүнйи, сен мені қызғанады деп қорқасың ба? Әсте қызғанбаймын. Өйткені мен сенің адалдығыңа сенем. Қызғанған болсам, онда өзіме өзім күндестік қылған болмайым ба? Төремнің бұл сөз шында кісінің көңілін жадыратады екен. Сау төре, өзіңіздің қол бастап шыққаныңызды көргенде шалымыңызға келе алмайтынымды біліп, алдыңыздан қылмысымды мойындай шықтым. Қандай қылмыс? Сау ақсақал, жолшыбай шүйжудан өткен кезде оратын тауып, өзіңізге қол артқым келген еді. Сол үшін үй ішімізбен сау төреге қошемет білдіріп, жоқ, өз әкемді күткендей төбеме көтеріп күткем. Аттанарда 100 000 сәрі алтын күмісті сыйға тартып, қорғап апаруға Сардар Жанкайды қосып жіберіп едім. Бірақ оның арам ойынан қайтпай, сау ақсақалға қастық сайлайтынын мен ойламаған екем. Менің кесірімнен бүкілдей қаралы уақиға туылып отыр. Сол үшін әулетіміздегі сондай-ақ шүйжудағы еңкеген қартымыздан еңбектеген баламызға дейін сау төреге азат тұтып жатырмыз. Сау төре, мен Таучан аурушаң болсам да, Уфыңшанға барып, қарақшы Жанкайды ұстап әкеліп, оны сізге тапсырып берейін. Оның қолқа жүрегін суырып, сау ақсақалдың рухына бағыштайын. Айтқанға жеңіл болған мен, Алатауда әкем өліп отыр. Бір ғана Жанкайдың басын алумен, әкем тіріліп қайта келеді дейсің бе? Алдыңызда кінәлі болғаным мен, достасуға бармын, жауласуға жоқпын. Сау төре, осы көңіліме болса да, қылмысымды кешіп, жасағыңызды шегіндіре тұрсаңыз, менің қарақшын өлтіріп күнәмді жуыма орай берсеңіз, айтпақшы, биылдан бастап шүйжу аймағы жасағыңызға жылына 200 000 ағаш астықпен қамдауға дайын. Мені сатып алмақсың ба? Жоқ, ондай ойым жоқ, әсте ондай ой демеспін. Онда бұл қай сөзің? Таучан, сен қол астыңдағыларға әкемді өлтірткеніңмен қоймай, Юаншаумен астыртын тіл біріктіріп, Юанжуды алып, онымен бірігіп, менің отарымды бөліске салмақшы болыпсың ғой. Саумыңда, мен Таучанның өзгенікіне көз қызартпайтыным жалпақ жұртқа мәлім. Өзімді көзіме бұйырсын, басқалардың шағарына суымды қадап қайтайын. Басқалардан жасырған менен жасыра алмайсың, Таучан. Сен сабанасынан су жүгірткенді ғана білетін өте көлгір пасық жансың. Саған ашығын айтайын. Қаралы киім киіп алғаның үшін бүгінше қасықтай қаныңды қидым. Дереу қайтып барып соғысқа дайындал. 2 күннен кейін шүйжуді аламын. Саумыңды. Мен Таучанда бір аймақтың дуан басымын. Патшаның бұйрығын екетпей, ел құрметіне бөлендім. Нағында мен сенің әкеңнен де бір жас үлкенмін. Сақалды басымен алдыңа бас иіп, қылмысымды танып, кешірім сұрасам да разы болмайсың ба?
Расында расы болмайсың ба? Шүйжуға шабуыл жасамайтын байсың ба? Мені Шүйжудағын еше 100 мың жасақ және халықпен бірге ақтық деммеден соғысуға мәжбүрлемекшісің бе? 2 күннен кейін шаһарды талқандап басыңды алып атагегімді қайтарамын. Егер абыройымды түсірмеймін десең, үйіңе қайтып мойныңды жуып тазалап өліміңді күт. Шүйжудағы халыққа да жеткізіп қой. Шаһарды алғаннан кейін халқына тиіспеймін. Әкеме аза тұтқандардың барлығы өлімнен аман қалады. Ием. Не үшін шаһарға шабуылдауға бұйрық түсірмейсіз? Бізге Шүйжуды тарпа басталыңдар демеп пе едіңіз? Өйткені Таутянның менің ойлағанымнан әлде қайда айлалы екенін байқадым. Жаңа зер сала қарағанымда оның шаһар құрғанына ақ тулар тігіп, әрбір тудың астына құралайды көзден ататын садақшылар орналастырғанын білдім. Ол көріністе бас иіп ілтипат білдіргенімен ішіне арамдық бүгіп отырғаны анық. Менше олар шаһарды қорғауға сақадай сайланып болыпты. Оның үстіне шаһардағы армия мен халық онымен бірге өлуге пейіл. 8 мың күзетші жасақпен Таутян қарсылық көрсете алмайды. Біздің 50 мың сайлаушы жасағымыз олардың шақша әлекейін шығармай ма? 18 мың күзетші жасағынан сырт қолдайтын неше 100 мың халқы бар. Таутян ежелден халыққа мейірін төгіп келеді. Ал басына күн туғанда қалқайған халқы қарап жата ма? Оның үстіне оның қамалдарының биіктігі 3 саржаннан асады екен. Қамалының беріктігін айтып сұрама. Біздің тобырымыз көп болғанымен көп сандысы жай шабандоздар ғана. Егер сұрапыл шабуыл өтетін болсақ өлім жітім көп шығады. Оған 2 күн уақыт беруінің өз амалсыздан болып отыр. Өйткені қорғаныс жабдықтарымыз 2 күннен кейін келеді. Сол кезде шабуылдайтын болсақ, бір жолда басып аламыз. Менен бұйрық. Таутянның қорыққаннан жүрегі жарылыпты деп дақпырт таратыңдар. Біз бір жолда жеңіске жетеміз. Сардарлар мен сарбаздар 2 күн тынықсын. 3-ші күні күн ұясынан шыққанда шаһарға жаппай шабуыл жасаймыз. Ләппәй. Шүй, бармын. Шарап шейші. Әміріңізге құлдық. Тау мырза. Шүй төре. Көп тостырып қойдым ауа. Төреміз Таудан бәсінің жазған хатын мұқияттылықпен оқып шықты. Үйен саңғын қашан жасағаттандырмақшы? Немене? Жасағаттандыра дейсің бе? Жоқ. Төреміз терең толғана келе, көмекке жасағаттандырмауға бекіді. Не үшін? Сен Жижуға көмек сұрай келуден бұрын сау-саудың қайғылы дәттемесі Жижуға жетіп болған. Дәттемеде ата кегін алу үшін ештеңеден тайынбайтындықтары анық жазылыпты. Төреміз мұндай қысылтаяң сәтте көмекке жасағаттандыратын болса, жұрттың наразылығына ұшырағаны былай тұрсын, ырықсыз орынға түседі ғой. Шүй төре. Әкем Жанкайды саусыңды өлтіруге айтақтаған емес. Керісінше саусыңды қорғауға адам жіберген еді. Әкемнің саусауға қол артқысы бар болатын. Міне бұл осы уақиғадағы аянышты да сорақ жағдай. Сенің әкең әсілі саусауға жағатсымақшы болған еді. Бірақ былшығын шығарам деп, қылшығын шығарып аларын өзді аңғармай қалды. Соның кесірінен саусаумен өліспей беріспейтін ата жауға айналып, қан майданда кездескелі жатыр. Шүй төре. Аянышты ақ. Орданың салауаттылығы бір аймақтың дуан басының мұндай сорақылық істеуі тым өкінішті ақ. Сөздің төтесін айтайын. Бұл іс расында барып тұрған ақымақтық. Өзің ойлап көрші. Біздің иеміз Юан Бэнчу қандай адам еді?
ата бабасынан бері ұлық болып келеді. Атағы барша жұртқа мәлім. Біздің иеміз, сенің әкең Таучен, аянышты да сорақ істеді екен деп. Енді оған ақмақтықпен мүсіркеушілік білдіруінің қажеті бар ма? Шығарып сала алмадық. Жижудағы Юаншау жасағаттандыруды құп көрмеді. Наньяңдағы Юаншу жасағаттандырғысы келгенімен сау-саудан именген секілді. Бірақ ол жасағаттандырғаның қарымшысына оның мен сыл шоймағын бөліп беру талап етті. Юаншау мен Юаншу әсілінде әкемен қоян қолтық араласушы еді. Бірақ қысылтаяң сәтте қол үшін беруден атты оннала қашты. Күңсанғын, әулетіміздің тағдыры, Шижудағы 530 мың бұқараның тағдыры сіздің қолыңызда. Шижу саусаудың еншісін өтетін болса, онда кіндік жазыққа суын қадайды. Одан ағайынды юандар мен жақанға таласып 40 пышақ болады. Менің топшылауымша, Юаншау мен Юаншу екеуді саусау күшейгеннен кейін қандай зардап туларын біледі. Бірақ ағайынды екеу сырттай сыйласқан меншіктей шығыспайды. Екеуде қаршақтың алдымен жасағаттандыруын күтуде. Әбтің артынбағы біргін пайдаға кенелмекші. Ағайынды бұл екеуі нағыз алаяқтың өзі. Қашан айттың деме. Ол екеуі ертеме кеш айқаспай қоймайды. Күңсанғын, садағаңыз кетейін. Тезірек жасағаттандырыңызшы. Шижу аймағын құтқара көріңіз. Ием, Пиңюан ауданның әкімі Любей келіп тұр. Шуанды бауырым келіпті. Тауыным, сен барып дем ала тұр. Шуанды бауырыммен әңгімелескеннен кейін бір жауабын берейін. Жарайды, мақұл. Шуанды інім. Любейден Күңсанғынға сәлем. Леуінішек, әуелі Таушанның маған жазған құтқару қатын оқып шықшы. Сау-сау 50 мың қолмен Шижуға шабуыл жасамақшы екен. Таучан қауіп қатер астында қалыпты. Леуінім, сен айтшы, мен Таушанды құтқаруым керек пе, әлде құтқармауым керек пе? Сонда сіздің ойыңыз қалай? Таучанды құтқарғымақ бар. Бірақ жасағым аз, сарбаздарым әлсіз, сау-сауға тең-келу қиын. Оның үстіне Юаншу мен Юаншаудың әрқайсында 200 мыңнан астам атты жасақ бар. Олар жеңген жақты құптап шыға келмекші. Сонда мен Шижуды қалай құтқара алам? Барлық қолымды көмекке шығарып жеңіске жеткен күнде де нендей сыбаға ие бола аламын, а? Төрінен көрі жақын Таучанмен достасып, сау-саудай азулыны өзіме жауластырғаным жөн бе? Бүйсем, қателесемін. Шынында қателесемін. Күңсанғын, сөзіңізді құптамағанымды айыпқа бұйырмаңыз. Тау Күңзуды марқұм патша тағайындаған. Адал мейірімді жан, Шижуды басқарған көп жылдардан бері атаға алыс жақынға тарады. Саумаңды ата кегін аламын деген сылтаумен оратын тауып, Шижудағы 6 аймақты қолына түсірмекші. Жаугершілік заманда әркім күш қуатына сүйенгенімен, ең соңында жұрт көңілін тапқандар ғана әлемнің қожасына айналады. Пақырыңыз бұл жолы Саңғымен қоштасқалы келіп тұр. Мен Шижуға Таучанды құтқаруға бармақшымын. Леуінішек ау, сол құрлы сенің қанша қолың бар? Не бары 2-де 3 мың қолыңмен сау-саудың 50 мың қолына төтеп бермекшісің бе? Сенің мұның жұмыртқаны тас құрып шаққандық қой. Менің жұмыртқа болуымда, сау-саудың тас болуыда екі талай қойы. Мейлендеше, бекімге келіп болған екенсің, айбатыңды асыру үшін саған 3000 сайлауыт жасақ берейін. Көп рахмет. Пақырыңызға атты жаяу жасағыңыздың қажеті жоқ. Тек қана бір адамды қосып беріңіз. Кімді? Чаңшандық Жаузұлыңды. Жалғыз Жаузұлыңды сұрағаның қалай? Жалпақ жұрт Лүйбудың атаға алталашқа егіл екенін білгенімен, Жаузұлыңның ерлігінің Лүйбудан әлде қайда артық екенін білмейді. Зұлың ау. Саңғын, Сен Любеймен бірге Шижуды құтқаруға баруға пейілсің бе? пақырыңыз пейіл. Мен сен екеуіңнің тауып қосылған батыр екендеріңе көзім жетті. Жарайды, Зұлың, онда сен
Любеймен бірге бар. Рахмет Саңғын. Рахмет Саңғын. Күң Саңғында неше жүз мың сардар мен сарбаз болса да, бәрібір саған жетпейді. Ақырыңыз сіздің адамгершілігіңізге ертеден ақ тәнті. Бұдан бұлай бұйрық берсеңіз болғаны, отқа да, суға да түсуге дайынмын. Жарайды. Золом, бүгіннен бастап Любей, Гуанье, Жаңфи, Жауин төртеуіміз ағайынды боламыз. Ем, шапағатыңызға рахмет. Ем. Золом, біз Пиңен ауданына тізгін үшімен қайтып, ертең таң сәрде Шижуға аттанайық. Менше Таучен көпке бармайды. 3-5 күнде тас талқан болама деп қорқамын. Пақырыңыз, бір істі түсінбей тұрғаны. Айта бер. Юаншаулардың неше жүз мың қолы болса да, әліптің артын бағып Шижуға көмекке жасағаттандырмай отыр. Ал төремнің жасағы 2000-нан аспайды. Гуаньи, Жаңфи және мен де белгілімін. Сонда саусаумен белдесуге қалай батылдық етіп отырсыз? Жарайды. Өте жақсы сұрадың. Сұрамасаң ертеме кеш бір айтар едім. Бүгінгі мына заманда ел арыстары күш қуатымен әлемнің қожасы болуды көксейді. Ал менің күш қуатым оларға жетпегенімен, менің мынадай екі артықшылығым бар. Бірінші, мен мейірімділік пен әділеттікті толық ұстағанмын. Өйткені ел ішінің берекесінің кетуі жұрт көңілінің тынышсыздануынан, аумалы төкпелі заманда оңау үшін алдымен жұрт көңілін таба білу керек. Мен әділеттік пен әділетсіздікке қарсы тұрамын. Екінші, мен хан әулетінемін. Патшалықты сүйемелдеу менің мәңгілік арманым. Таутиянды марқұм патша тағайындап кеткен. Оның үстіне әділеттік пен ел басқарып келеді. Менің оған көмектесуім патшаны сүйемелдегенім. Ал саусау әкесінің кегін алам дегенімен нағыз мақсаты Шижуды алып әлемнің қожасы болу. Оның арам ойы баршаға мәлім. Менің жасақ бастап саусауға қарсы шығуым қайырымсыздыққа қайырымдылықпен жауап қайтарып, қарақшыға қарсы әділет жолындағы күрес. Мен жеңілгенмен жұрт бірістің байыбына жетеді. Не дейсіз? Әділет туы құламайды, ақиқат қалай да жеңеді. Ием, шолғыншыдан хабар келді. Юаншу, Лю Бяо, Кунсунзан сияқты бектер түгел жасақ аттандырып, Таучанға көмектесуге көндетті. Дәл менің ойлағанымдай болды. Жалғыз Таучан үшін менімен жауласуға ешкім шықпаса, онда Шижуда біздің еншімізге өтті дей бер. Жарайды. Көрім болды. Шақарға шабуылдайтын қару жарақты негізінен келіп болды. Ертең түсте Шижуға шабуыл жасаймыз. Пақырыңыз бір істен алаңдай береді. Айт. Янжудан хат келді. Олардың айтуынша шаһардың оңтүстік іргесінен Лüбудың қолы байқалыпты. Қолының қарасы 8-де 10-ға баратын секілді. Сонда оның не ойлағаны бар? Қазір жеңілістен Лüбудың барар жер басар тауы қалмады. Уайымдайтын түк те жоқ. Қазір оның Янжуға шабуылдағанын көрейін. Ием. Ұрысқа шебер адам жеңгенде тасымайды, жеңілгенде жасымайды. Алда жылда Лüбу соғыс салса қайтеміз. Янжу біздің табан тірер тиянағымыз. Шижуға шабуылдау үшін сайлауыт жасақтар мен алымды сарбаздарды түгел әкелдіңіз. Ал Янжу қаңырап бос қалды. Ием, Лüбудың ерлігіне елеусіз қарамаңыз. Лüбу ержүрек болғанымен айласыз әумесір. Яншулардың өзі Янжуға шабуыл жасауға батылдық ете алмағанда, ол батылдық ете алсын ба? Оның үстіне 3 күн ішінде Шижуды алып боламыз. Шаһарда алысы мен Шичуды 20 мың сайлауыт жасақпен Янжуды қорғауға жіберем. Шичу Лüбумен белдесуді талайдан көксеп жүрген. Картаға қарағанда, араныңыз Шижудан да асып кеткен сияқты ғой. Дұрыс айтасың. Мынау лаң қайыр алқапты түгел уысым алсам ба деймін.
Келіп ал екеуінің шаһардан шығып тізе бүккеніңіздей. Ием, Таучан тізе бүгден бас тартты. Иемнің бұйрығы, дереу шабуылға өтіңдер! Ием, біреулер Таучанды құтқаруға келген секілді. Юаншау ма? Жоқ. Юаншу ма? Ол да емес. Онда кім болғаны? Sen kapsın, аты жөніңді айт! Таучанды таусылың боламы? Мен өзімше Либуға тең келетін жау қалмаған ба десем, одан да тегеурінді батыр бар екен емес пе? Бұл кімнің сарбазы? Ием, олар пиңуан жасауылдарының туын ұстап алыпты. Әсілі бұл адам Любейдің сарбазы секілді. Любей? Ол неше мың ғана қолымен менімен белдеспекші ме екен? Солай, ол келіпті. Кімнің қолы? Төрем біреулер көмекке келіпті. Туына қарағанда Пиңуан ауданының әкімі Любей секілді. Әумесін қарақшы, әлінен асқар екен. Ием, жаудалымсымауға келмейді. Любей дайындықпен келгені бесінеден белгілі. Гуайи жауынгерлерді бұлай қойғанда, қазір тағы бір тегеурін сарбазды қолға қондырыпты. Қаратабан Любейдің тәлейі не деген зор еді.
Бием, шақырға шабуылдай береміз бе? Сауран, Бармын. менен бұйрық. Жасақтар шегінсін, оларды шабуылдауға шырғалаңдар. Ләтпәй! Биемнен бұйрық! Жасақты шегіндіріңдер! Шегініңдер! Сау қалың қолымен қысым түсіріп, шүйжу қысыл таяң сәтте қалғанда, менің жалбарынбаған бектерім қалмады. Бірақ олар қолдарында неше жүз мың қолы болса да, құтқаруға жасақ аттандырмады. Мен Леубейдан көмек сұрамасам да, төніп тұрған қатерге қарамай, не бары 2000 қолмен саусаудың сайлауыт қосының бетін қайтарды, шүйжудың басында қара бұлты сейілтті. Шөнді жарайсың. Өзіңе деген алғысымды тілмен жеткіз алмай отырмын. Тау төрі, мен Леубей ертеден ақ Шүйжудың дуанбасы Таугүңзудің халықтың қалаулы азамат екенін білетінмін. Егер Таугүңзудай мейірімді дуанбасының өзі өмір сүре алмаса, онда бұл елдің болашағынан қандай үміт күтуге болады? Патшалықты қайтып қана гүлдендіруге болсын. Менің ерлік көрсеткенім болмаса, тындырған еңбегім мардымсыз. Бүгін менің Шүйжуды құтқарғаным әділеттікті, ұлы патшалықты құтқарғаным. Дұрыс айттың, Қанеки. Бәріміз тост көтерейік. Бұл шарапты өзіңіздің құрметіңіз үшін көтердім. Қанеки, көтерейік. Мен жасым шар тартқан адаммын. Шүйжуға бас көз боларлық дәрмен қалмады. Бүгін еліші астан кестен болып, патшалық жансарлап тұр. Патшалықты сүйемелдегі өзің секілді ержүрек азаматтар болмаса болмайды. Мен Шүйжудағы 500 мың халықты өзің аманат еттім. Ертең патша ордасына мәлімдеп, өзіңді Шүйжудың дуанбасы болуға ұсыныс етемін. Бұл іске мақұл деуге батылым жетпейді. Қалайша батылың бармайды? Сау-саудай қарақшының өзі Шүйжуға сұғын қадағанда, ақылына мөрәлі сай, хан әулетінен шыққан өзіңдей білімді азамат, қалайша Шүйжудың дуанбасы болмасқа? Мен сау-сау емеспін. Бұл жолы мен Шүйжуды қылғуға емес, қайта Шүйжуды құтқаруға келдім. Тау төрі, мен әсте дұрыс жолдан тайдыра көрмеңіз. Жөндау, Шүйжу қалқының қамын ойлап, неде болса да, Шүйжуды қолың ал. Тау төрі, пақырыңыздың айтары тағы сол. Алда-жалда сау-сау жасақ шегіндіретін болса, пақырыңыз Пиңуан ауданына дереу кетпекші. Жөнді, мені шынында қатты сүйіндірдің. Онда бұл істі соңынан жата жастанып әңгімелесейік. Аға, сіз барлық жағында толымдысыз. Тек бір қана кемшілігіңіз бар. Қандай кемшілік? Сіз шектен тыс ақ көңілсіз. Ақ көңілдікті кемшілік бола ма? Әрине. Таучан жақсы көңілімен Шүйжуды сыйға тартып тұрса, сіз қалайша қабыл алмайсыз. Шүйжудың саусаудың қолына түскенінен біздің қолымызға түскен артық шығар. Кішаға айтқаным дұрыс шығар. Әнімнің айтқанында жөні бар. Шөуіміз ағалы-інілі болып бауыр басқаннан бері сергелдің боп келеміз. Егер Шүйжуды алатын болсақ, табандап тұрар қонысқа ие болар едік. Келелі істерді тындыра алмаған күнде де басымыз аман, өміріміз алаңсыз өтер. Жап аузыңды. Ет құлақтарымен естіп алыңдар. Енді көкейтін болсаңдар, екеулеріңденім деп танымаймын. Мен Леубей аш-жалаң аш жүрсем де, адамгершіліктен таймайым.
Болды. Ағам айтпа деген соң айтпай-ақ қояйын. Әкеңді аға бауыр қатынасының алдында шағар неге тұрады? Аға дұрыс шығар. Қысылтаяң сәтте Таутиян Шүйжуды алуға қанша қол қаласа да, біз елдің күмәнінен құтыла алмаймыз. Көз қарақтылары төрелігін өзі айта жатыр. Біз қайырымдылықты ауыз жүзінде ғана айтпай, жүрегімізге терең ұялатуымыз керек.